Жұмыста жасы 50-ге келіп қалған әйел. Күнде күйеуін шамандай беріп, танымайтын күйеуін сырттай танып алдым. Бүгінде сол әдетіне басып, күйеуін шамандап бұрқылдап отыр. Арасында орысша боқтап та қояды. Бір кезде қасыма келді де: "Сенің байдан жолың болған. Байың үндемейді. Жуас, өз еркің өзіңде. Сен қандай бақыт" дедім. Бұл сөздерге қалай күліп жібергенімді байқамай қалдым. Еріксіз күлкі. Иә, біз бақыттымыз. Мен бақыттымын. Сырт көзге ғана. Шынайы бақытты болған күнім бар ма еді өзі? Болған. Бастапқы кезде мен де бақытты едім. Ойланып отырмын. Қалай ғана суықтық пайда болды? Иә, алғашында байқамадым. Мінезі солай. Кейін түсінісіп кетеміз. Мені қолдайды. Мен оны қолдаймын. Қызық. Ол мені қашан, қай жерде қолдады? Енді бірден айтайын десем, бір сөзімнен қате тауып, соны бетіме басып, қайта-қайта айта берсе. Жан дүниеңді түсінбей, қит етсе ұрыс шығарып, майда сөздерімен жүйкеңді тоздырып жіберсе, бақытты сезіне аласың ба? Жоқ. Бұндайда адам қашып, өзін жоғалтып алады. Ұрыс кес болмасын деп, сырт көзге күліп, жадырап бір бақытты әйел сияқты жүремін. Бірақ сол өтірік күлуден, өтірік бақытты болудан да адам шаршайды екен. Өз еркің өзіңде дей ме? Сонда жүрген тұрғаныма, ішкен жегеніме, тіпті өзіме бір киім алуға неге рұқсат сұрап жүрмін? Тіпті үйден алған азық-түлікке кеткен қаражатты қағазға жазып есеп беремін. Қане менің еркіндігім? Жуас. Иә, жуас. Қой аузынан шөп алмайды. Сырттағы адамдарға солай күліп қалжыңдап жүреді. Ал мені ащы сөздерімен шағып сөйлеп, іштей өлтіріп бітті. Ажырасуды ойламадым дейсіз бе? Көп ойладым. Кетіп те қалдым. Балаларымды ойлап осы өміріме көндігіп жүрмін. Қайсы бірін айтайын? Бөтелкелес достарыма дұрыстап тамақ жасап бермедің деп, әке-шешеме дейін балағаттағаным ба? Әлде пәтерге ақшаны мен төлеп отырмын, сен масылсың деген сөздерім бе? Қай сөзім жақпай қалды екен деп ойланып сөйлеу, немесе мүлдем сөйлемеу. Өзіңмен өзің тұңғиық ойда жүріп, түнде ойларыңмен арпалысып ұйықтамау. Осы ма бақыт? Ойға шомып кеткеніме біраз болса керек, жаңағы әйел иығымнан түртіп жібергенде селк ете қалдым. Не болғанын түсінбей бетіме сұраулы жүзбен қарайлай берді. Сәл жымиып, біз бақыттымыз. Мен өте бақыттымын. Бақыттымын деп бірнеше рет қайталап, бақытымның мекені болған үйіме қарай асыға жолға шықтым. Адам үшін ең ауыр нәрсе, ішінде бәрі өртеніп жатса да, амалсыз үнсіз жүру.